Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен осындай баялдыдан дәмді, әдемі және тез дайындалатын тіске басар дайындаймыз. Бізге қажетті заттар баялды, жұмыртқа, өсімдік майы, қызанақ, сарымсақ, салат жапырағы, тұз қажет болады. Баялдыны осындай жоғары жағын кесіп тастап, бір жағына сыртқы қабатын кесіп, және екінші жағынан сыртқы қабатын кесіп тастаймыз да, осындай ұзындау лента етіп кесеміз. Қалыңдығы шамамен 0,5 сантиметр болу қажет. Дайындау әдісі өте көп, біреулер шеңбер етіп кеседі, бірақ маған осындай лента етіп кескен ыңғайлы, себебі осындай жиғанда да, дастарханда тұрғанда да шашылып кетпей, әдемі өзін ұсталып тұрады. Барлығын осылай әдемілеп кесіп аламыз. Ыдысымызға кесілген баялдымызды теріп, үстінен шамамен аз ғана тұз сеуіп, тағы да үстінен баялдыны теріп, үстінен тұз сеуіп аламыз. Үстіне реттеп салып болған соң, үстіне бірдеңемен бастырып, мұздай суын құямыз. Үстін жауып, жарты сағат қалып қоямыз. Міне, суын төгіп тастадық, тағы да бір рет сумен шайып жіберіп, бір ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, аздаған тұз саламыз, себебі баялдыға жаңағы тұз салынған, бір шайып тастағанда да өзінен тұзы сіңіп алған. Аздау тұз сеуіп, шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Осыны бір баялдымызды батырып, қызыған майда қуырып аламыз. Тәпемізге майды құйдам, қызыған тәпеді, үстіне май салып, осылай реттеп саламыз баялдымызды. Бір жағынан және екінші жағынан қуырып аламыз. Шамамен 3-4 минут қуырылады. Баялдымызды осыны жұмыртқасыз қуырсақ та болады, бірақ осыны жұмыртқамен дәмдірек сияқты. Қалған баялдымызды дәл осы тәрізде қуырып аламыз. Баялдымыз дайын. Осыны қолымызға целлофановый осыны перчатка кисек те болады. Өзіміз қалауымызбен қарай сәндейміз. Міндетті емес салат жапырағын қою, бірақ осыны әдемі тұрады дастарханға. Осыны екі қызанағымызды кесіп, ортадағысын алып тастап, осыны жұғалау етіп кесіп аламыз. Лента етіп ораған кезде, рулет етіп ораған кезде ыңғайлы болу үшін. Сарымсағымызды дәмге қарай көресіздер. Біреулер ұнатады, біреулер ұнатпайды. Шамамен аздау немесе көптеу қоссаңыз да болады. Міне осылай алып, ішіне шамамен азырақ майонез жағып, салат жапырағын қойып, арасына чеснок салып ораймыз. Салат жапырағымен қосып орасаңыздар, ортадағы майонезі және майы қатты білінбейді және әдемі тұрады. Ортасы жасыл болып, осындай етіп, қатылау етіп орап аласыздар.
Міне баялдыларымыз дайын. Үстінен өзіңіз қалауыңызбен қаласаңыздар осындай қуырылған күнжітті сепсеңіздер болады. Өте әдемі болып тұрады. Міне осындай әдемі, дәмді тіске басарымыз дайын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаған болса арнама жазылып лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Диана.